Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Биыл оттан өттім, жанбадым, судан өттім, батпадым. Айырылдым деп көзімнен, үйде қарап жатпадым деп жырлаған зағип ақын, жазушы, көру мүмкіндігі шектелсе де, қолынан қаламы түспеген Құсайынбек Ахметұлы Әміровтің туғанына 120 жыл толып отыр. Олай болса, бүгінгі тағдырлы тұлға атты Тифло Инфо Таймда Құсайынбек Әміровтің өмірі мен шығармашылығы туралы қысқаша ақпаратты назарларыңызға ұсынамыз. Құсайынбек Ахметұлы Әміров 1903 жылы 18 қаңтарда қазіргі Алматы, бұрынғы Верный қаласында ұсақ саудагерлер отбасында дүниеге келген. 15 жасында жүк тасушы, ат айдаушы, большевиктердің Заря Свободы газетін таратушы жұмыстарын атқарады. 4-ші Түркмен атты әскери полкының саяси қызметкері, 16-ші Қазақ атты әскер полкының саяси қызметкері және комиссары, Азамат соғысының Ферғана майданында Өзген аудандық революциялық комитетінің төрағасы және Өзген гарнизонының әскери комиссары болған. 1922-1938 жылдар аралығында басшылық қызметтер атқарады. 1922 жылы комсомол жұмысына ауысып, Жетісу губерниялық комсомол комитетінің, Түркістан комсомолы орталық комитетінің хатшысы қызметтерін және ұзақ уақыт бойы Алматы, Жаркент, Қарағанды қалаларында, Қостанай және Қызылорда облыстарында басшылық қызметтерін атқарды. Сонымен қатар Қазақстан Компартиясы орталық комитеті ұйымдастыру бюросының төрағасы қызметінде болған. 1940 жылдардың аяғында ақын көз жанарынан айырылады. 1960 жылдан одақтық дәрежедегі дербес зейнеткер Құсайынбек Әміров публицистика мен көркем әдебиет саласында еңбек ете бастады. Көптеген очерктер, әңгімелер, поэмалар, өлеңдер мен нақыл сөздердің авторы. Қазақ соқырлар қоғамы жүйесіндегі үгіт насихат және қоғамдық жұмыстарды жүргізуге белсене араласқан. 1971 жылы Құсайынбек Әміровке Қарағанды қаласының құрметті азаматы атағы берілді. Ал 1989 жылы Құсайынбек Әміров дүниеден озды. Оның өмір гүлі, тау гүлі, жақсылық кезек күтпейді, құтты қоныс, өмір шақырады, көңіл нұры, қызыл гүлдер атты өлеңдері мен нақыл сөздер жинақтары бар. Және орыс тілінде «Хороша ты жизнь», «Бурные годы», «Крылья крепнут в полете» атты кітаптары жарық көрген. Келесі кезекте назарларыңызға ақын өлеңдерінен үзінділер ұсынамыз. Арманым, оттан өттім, жанбадым, судан өттім, батпадым. Айырылдым деп көзімнен үйде қарап жатпадым. Мен орнымды таба алмадым. Күннен күнге жаңардым, қолтығымнан сүйреді жүректегі арманым. Сол үшінде мақтанам, елім үшін шаттанам. Өмірімді көргенді өлең етіп ақтарам. Жүк ауырын артмаған. Ойлаңдаршы адамдар. Қауіп қатер аз өмірде алаңдар. Гүлдеу үшін көктем күткен далаң бар. Ой жіберіп өткен кеде қараңдар. Ей адамзат, дос көңілге сенгейсің. Қалай қиып бір-біріңді жерлейсің. Жер бетінде тыныштық боп әрқашан, қару емес гүл шоқтары көбейсін. Қанша адамдар балдақты жүр таянып. Жарым жанды жетімдерді аялып. Сырт қарамай бірімізге біріміз, ақ пейілмен дос құшақты жаялық. Көк терегім, тұрмысың есен аман көк терегім. Сені мен өз қолыммен еккен едім. Құшағым құшқанымда жетпей қалды, көргеннен елжіреді ет жүрегім. Өзіңсің бір кездеккен жас шыбығым, айғағы секілдісің жастығымның. Саяңда саялауға келдім сенің, аяма жұпарыңды шаш бүгін. Арман. Жасыл мекен, көкпекен, жапырақтар желектер, аласама биік пе, қарағай мен теректер. Көз көрмейді, көп болды, бірақ бәрі есімде. Қаншерлер оғынан жапырақтар тесілген.
Қопарылып теректер, қарағайлар қираған, бірақ соның бәрі де зұлымдыққа сыймаған. Көп жыл өтті арада, бәрі қайта көгерген, көгергенін көзіммен тағы да бір көрермен. Барар едім мен сонда, елдің бәрін баққалып, жетер еді тұрсам тек бір-ақ минут шаттанып. Жүрек нұры, тірлікте қалған қиын жарық көрмей, өмірдің әсемдігін танып көрмей, құмарым қанар емес құрисіне қолыма қызыл гүлді алып көрмей, амал не, қалғаным бар көзін көрмей, ұлымның жігіт болған кезін көрмей, құмарым қанар емес құрдаусына бұлбұлдың сайрап тұрған өзін көрмей, жаңадан көрер медім таң атқанын, қызарып қызыл арай күн батқанын, кетсе де екі көздің бірдей нұры көрмессіз бұл қартыңның кек жатқанын. Асқар ой, асқар таулардан асып жатыр қиялым, 70 жасқа келгенде тасып жатыр қиялым. Көбелек болып ұшқым бар, қону үшін гүлге мен, аққу болып ұшқым бар, қону үшін көлге мен. Көрмей тұрған дүниенің қызығына тоям ба, өсіп өнген өмірге құмарланбай қоям ба. Құсайынбек Әміровтің нақыл сөздері. Әр ісімде жеңісім, ақиқатсыз жоқ ісім. Адам тоқтар қол беріп, надан тұрмас жол беріп. Алтыны жоқ кедей емес, ақылы жоқ кедей. Ардақты қартқа қолыңды бер, ақылды жасқа жолыңды бер. Біткен іс, өскен терек, қойғанға талап жүйелі, тентек те басын еді. Өмір мектеп, ала білсең сабағын, өмір кітап, ақтара білсең парағын. Сөз іздеймін, көз ашар, көз іздеймін, көңіл ашар.